әлемнің кез келген нүктесіне қоңырау шала аласыздар. Webscam приложениясы арқылы енді сіздер телефон қоңырауларына артық төлемейсіздер. Сіздер приложенияға тіркелген соң сіздердің счеттарыңызға бонустық минуттар қосылады. Егер де бонустарыңыз таусылса, онда сіздерге көруге видео ұсынылады. Видеоны көріп біткен соң сіздердің счеттарыңызға тағы да бонустық минуттар қосылатын болады. Әлемнің кез келген нүктесіне, кез келген қалалық телефондар, кез келген басқа да операторларға белгіленген бағамен, яғни қалалық телефондарға 2,5 рубль, а мобильді телефондарға 1 рубль арқылы сіздер қоңырау шала аласыздар. Сейчас блок полетит. Обычная девушка, обычное видео. Сәлем достар, мен жаңа блогыма қош келдіңіздер. Бүгін понедельник, дала суық Алматыда. Бәріміз кажакпен жүргенше суық. Жел тұр. Алматыда қайтадан суытып кетті. Еще менің кажагымды бесит етеді мені мынандай нәрселер. Қолымды көтерсем, мыналар көтеріліп кетеді. И иығым содан тоже объемный болып көрінеді. Вот мен үйге келетім, уж сабақтан қазір кеш болды. Бүгін күні ғой осындай пасмурный погода болды, күні жоқ. Достар, мен үйдемін. Мен бүгін киім мынандай болды, мынау бүйтіп тұрған еще. Вот. Осы жіберіп тастадым, мынау негізі ұзын кофта, қарасаңыз, артық қандай мына жаққа дейін ұзын. Вот, и мынандай сырға. Кидім, мен негізі маған қатты соңғы кездері сырғалар ұнап жүр. Мен әртүрлі сырғалар таққым келеді күнде. Еще Инстаграмда уже 1-2 жерді тауып қойдым, сатып алатын, енді ақша жинап жатырмын, сатып алам. Необычный сырғаларды жақсы көремін, мысалы мынандай необычный сырғаларды өте әдемі көрінетін сияқты. И вот мына сумканы ұстадым. Мен күнде сумканы ішін ауыстырамын да, потом ана жаққа апарып қоямын. Мен күнде новый, күнде әртүрлісін или соны таңдаймын да, чтобы мына жақта тұрмау үшін мен сабақтан кейін соң ішін тазалап қоямын. Давай. Сымбат қоя? Иә, сымбат. Но не надо. Мы угораем. Достар, мен үйге келдім. Бүгін түсірдім ба, түсірмедім ба білмеймін даже. Так, мен бүгін киімді көрсетемін деп ұмытып кетпін. Мен просто ана тауға барған. Вот. Ақ кофтамды кидім, қазір шештім. Ол ыстықтап кеттім, қарап тұрсаңыздар. Дала ыстық емес, просто бізде лифт істемей қапты. И лифтпенен, лифтсіз ужасный 8 этаж көтерілген. Это нечто. Просто еще мен душыдан шықтым. Плюс ыстық автобуста тұрдым. Короче, кеше түнде мен ешін түсірген жоқпын. Менде уже, наверное, 3-ші күн ба, 3-ші түн мен кешке жақын басым өте қатты ауырады, білмеймін. Прям көзімді аша алмай кететіндей ауырады. Мен келемдай просто жастыққа жатам, просто басым қатты ауырады. Потом мен уже кеше кетен алышпай қойын деп ем. Сонда да 3-ші күн уже кетен алыштым. Соларға да тынышталдым. Мен сразу ұйықтап қалдым, сабақ істеген жоқпын. И бағана түнімен еще ұйықтай алмадым. Соткамды зарядкаға қоя берейінші. Түнімен еще ұйықтай алмадым. Вообще неге екенін тоже қайттан түнім 1 сағат соң басым ауыра бастады. Қайттан ұйықтай алмадым. Арауына бір қарасам 7, бір қарасам 10. Сосын уже түнімен ұйықтаған жоқ. Вообще настроениям болған жоқ. Ештеңкеге желаниям болған жоқ. Сабаққа бармайын деп шештім. Потом бірақта сосын бүйтіп жуындым. Потом ойланып отырсам, ұйқым келмейді, бәрібір де сондықтан бара салайын деп шештім. И сабаққа чуть кешіп қалсақ дадым. Вот, бүгінгі күнім осылай өтті. Бірақ барған жақсы болыпты. Философияда өте жақсы тақырыпты талқыладық. Магазиннен бізге нан әкеттім. Біз сразу 2-дан аламыз. Ол 1,5-2 күнге жетеді сразу. Потом бітіп қалды дегеннен гөрі томат. Бізде томат бітейін деп қалыпты. Бітті точнее. И мынандай сосиски әкеліпті. Ертеңгісіменен или там обедке жегенге күшті. Вот. Еще мен бері жатып, короче, монтаж істедім. Влогымды қазір салып жатырмын. Сіздер оны көріп қойдыңыздар деген ойдамын. Ауға дейін баука бізге тамақ істегенге қазір маған сәбіз, картошка, пияз, етті турап қойдым. Ал мен оның бәрін қазір қуырып суп жасаймын, макаронный. Менің супым дайын болып қалды. Қазір макаронный лапша салам. Инаған мән бермеңіздер, өйткені күнде тамақ істегенде осындай кір болады, потом мен қайтадан жуып қоямын. И мен қазір білмей тұрмын, мынандай макарон салайын ба или мынандай лапша салайын ба. Өте қиын жағдай болып тұр. Так, достар, менің тамам дайын болды. Үстіне как всегда укроп. И еще мен 2 ненде қоса салдым. Газ таза. Мына жақтың барлығы таза. Все, тамақ ішіп біттік. Орын жинастырып біттім. Енді сабақ оқуға план бойынша. Еще мен каналыма жаңа влогты шығып қойды. Еще мен сол влогта универ
күннен көбірек түсірген болатынмын универімде там группаластарменен. И осы влогта да мен постараюсь көбірек түсіруге. И сіздерге сұрағым келгені, қалайсыздар ма көбірек универде именно болғанын түсіргенімді именно. Балканың сызулары. Сіздерге қазір қандай біз сабақта кітап қолданатынымыз көрсеткім келеді. Біріншісіне ол бізде барлық кодекстар. Біз қазір қылмыстық кодекс етіп жатырмыз. Мінекей мындай азаматтық кодекс, неке және отбасы кодексі и әкімшілік құқық бұзушылық кодекстар. Мына екеуі новый кітаптар. Сатып алған мына екеуін мен өте әрең таптым, өйткені неке және отбасы кодексі бітіп кетіпті. Магазиндердің барлығында қазақша тілінде екеуі. Сондықтан да Инстаграм арқылы, Инстаграмға мен сторис салған болатынмын. Егер де көрсеңіздер, сол жерде бір досым көмектесіп, соны сатып алдым. Екеуін тоже сондықтан да бұл екеуі кішкене қарағанда ескілеу, бірақ та маған жаңағыдай новый кітаптан гөрі мынандай ескілеу кітапты оқыған больше ұнайды. Осындай қазір кодекстарды өтіп жатырмыз. Осы 4 кодексті пока что бірінші семестрді. Біздің кітаптарымыз пайдаланатын осындай, яғни барлығы заң. Басқа ешқандай кітаптар қолданбаймыз. Сағат біз таңғы 4:30 болды. Мен маған мына нәрсенің бәрін жаздым. Мен бүгін саған влогында барлығы айтып жатыр. Почеркін ужасный екен деп. Достар, мен ешқашанда самый күшті почерк деген атаққа үміткер болған емеспін де, ешқашан айтқан емеспін мен почеркім күшті деп. Менікі осы почерк, не істеймін басқа. Оның барлығын маған бәрі жаздым. Қолым бәрі ауырып, просто қараңыздаршы қандай болып кетті, қызарып. Еще кішкене қана қалды. Просто шаршап кеттім. Мен 1001 түн көріп отырмын. Я уже 1001 түнге көштім. Шаршап кеттім. Қатысып шықтым. Бүгін мен Москваның қолдынан келдім. Среда деген, бірақ та бүгін... бүгін среда. Қалайша күшті түскенін қараңыздар, осыны қазір қолданамын. Достар, бізде бүгін мұғалімдер күні. Кто такая? Я Тамирис, дочь вождя массагетов Спаргапа. Тамирис, дочь Спаргапа, вернулась. Народ, за нашу свободу и гордое имя сражались не только достойные сыновья. Моя кровь с вами. Шықтық кинодан. 2,5 сағат болды. Өте күшті кино, фильм. Саған азым айтады. Екеуміз прям жынды болдық. Кішкене тамақты азалып қойыптық. Қарымыз ашты ортасына келгенде. Просто керемет 2,5 сағат өте тез өтті деп айтсам болады. Достар, біз уже үйге келдік. Айдана менен. Енді тамақ істеп жатырмық бүгін. Картошка, қайта картошка. Кеше де картошка жегем, бірақ кеше мен что-то түсірмедім. Влог, бауға кеше картошка істеген. Мен білем, көзім екі түрлі болып тұрған. Мына жерде басқаша, потому что мынада кірпік бар, кірпігі жоқ. Ертең барам, ертең жөндеймін. Картошкамыз суп болып кетті, как всегда. И біз Рауза дегенді көрейік деп шештік. Сәлем қайтан, бізде бүгін уже суббота. Біз Айдана екеуміз кешке жатып, бір жаққа барғымыз келіп, наконец сағат 8-де почти шықтық. Куликовскийға барады торт алуға. Без сахара апельсин бар ужасын просто. Мінекей біз Прага деген торт алдық. Прага, мынандай шоколадный. Біз шоколадный алғымыз келген. Бұлай қарағанда бағана үлкен сияқты, ашсақ кішкентай. И 2 пакетик алдық. Наконец-то біздің пицца менен сушиларымыз келді. Ужас. 1,5-2 сағат күттік қой. Сосын мен тамақтанамыз. Короче, сағат қараңыздар қанша болды. Біз Рауза деген сериал таптық. Уже 7-ші сериал келдік. Айдана екеуміз прям күшті кино екен.
Достар, бүгін уже воскресенье, уже кеш сағат 7 болдым. Айдана уже үйіне кетті, мен ұйқым бәрін қандырып тұрдым. Кстати, көбісі ойлайды, что мен кеш жатып ерте тұрады деп. Жоқ, мүлдем олай емес. Мен түніме сабақ оқимын сағат 5-ке дейін, 4-ке дейін, и менің сабағым түсте. Яғни 1:40-та басталады, бірақ та 1:40-та басталғанменен кейде 11-де немесе 12-де тұрғанның өзі өте қиын болады. 5-6-та жатқан кезде мен прям бүйтіп көзімді ашамда сыра сабаққа жүгіремін. Келген соң кейде жатып там еріншектеп жүретін болады. Сондықтан да түнде сабақ оққан дұрыс деп мен ешқашанда олай сіздерге пропаганда жасаған емеспін. Түнде сабақ оққаны просто маған солай ыңғайлы. Бірақ та соның өзінде де мен оны жөндегім келеді. Яғни ертерек сабақ оқуды үйренгім келеді, бірақ та әлі қолымнан келмей жатыр. Бірақ та болашақта бәрі болады деп ойлаймын. Қазір енді воскресенье, как всегда, уборка, сондай стирка, мен айналысатын уақыт келді. Негізінде сіздерге сондай нәрселер түсірген ұнайды ма, ұнамайды ма білмеймін. Осы влогты қазір осы жерде видеоны стопқа қойып, аста комментарий жазып кетіңіздер, сіздерге влогта нені көрген ұнайды. Там мысалы покупкаларды, ол сөзсіз көп адамға ұнайды. Покупкалар ма, тек қана там продукт емес, сонымен қатар басқа да покупкалар, яғни кітап покупкасы, кейде киім, там косметика покупкаларын көрген ұнайды ма. Осында үй тіршілігімен айналысқан, там үй жинаған, там сондайлар түсірген, үйдегі там формат ұнай ма, там Баука екеуміздің сөйлескеніміз, кукингтар, яғни қысқаша там тамақ істеп жатқанның үзінділері ұнайды ма, или потом мысалы там сыртта қалада қыдырып жүрген там кадрлар, яғни ана жол тауға шыққанда, бірақ тауға шыққан видео сіздерге, Гаккуге барған тауға шыққан видео сіздерге ұнаған жоқ қой деймін, өйткені просмотр өте аз болды. Сондай там қаланы аралап қыдырған видеолар ұнайды ма, студент, яғни универдегі түсірген кадрлар, там универде сабағымызды сондай түсірген кадрлар ұнайды ма. Астына жазып кетіңіздерші, маған ол өте маңызды, сіздерге қандай нәрсе ұнайтынын түсінген, білген. Мысалы маған осы ағаның айтқанның барлығын көрген ұнайды басқа блогерлерден. Мен негізінде өзімнің влогтарымда нені басқа блогерлердің көрген ұнайды, соны түсіремін. Өйткені өзіме де приятно потом көрген, енді сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Қазір мынау стиркалардың бәрін аламын, бұлар кепкен. Орнына қазір басқа нәрсе жаямыз, сондықтан да бәрін алаймыз. Көбірек жұмыс жасау үшін мен жаққа не істеу керек екенін жазып қойдым. Кстати, мен барлық нәрселерімді осындай блокнотқа жазамын, пландарымды. Маған ол өте қатты ұнайды. Біреулер айтады, там соткаға жазуға болады ғой, зачем там парақты құртып деп. Бірақ маған, мен соткаға да иногда жазамын, но қағаз бетіне жазылған маған күштірек сияқты. Білмеймін, қазір кір жайға келдім мен. Мен постельдер жуып жатырмын, уже 2 апта өтті, постель ауыстыру керек. И бізде стиральный машина, что-то біз кішісін алып қойыптық, и көп нәрсе салуға болмайды. Егер новый стиральный машина алсаңыздар, сразу там үлкен алыңыздар, қымбатырақ болса да, потому что ол ыңғайсыз, там кішісін алып, миллион есе көбірек жуған. Вот холодильникті тазалайын шештім. Қазір біздің холодильникте не бар екенін көреміз. Так, вот холодильнигіміз. Лимонның тұрғанына 2 ай болған шығар, байқы осы келгенде алғанбыз. И мынау кофе, кстати, мен айтам деген ұмытып кетіппін. Вот қараңыздар, қаншасын іштім мен. Көп тұрған жарыстар тәтті ма, тәтті емес пе екенін. 2 ай өтті, өте тәтті емес, короче. Или мен кофе іше алмағандықтан ба. Короче, фрапучино менікі емес екен. Керек емес нәрселер көп болып кеттім. Мысалы, мынау деген сияқты. Вот қазір осының бәрін кішкене жинап шығайын. Кстати, мына біздің холодильникте қалай көрсетсем екен, вот мынандай нәрселер бар да. Мынандай нәрсе. И осы не үшін екенін мен түсінбей қойдым, егер де білсеңіздер. Жазып кетіңіздерші, не үшін екенін. Наверное, мыналарды лақтыратын уақыт келген шығар. Вот білесіздер ма, білмейсіздер ма, біз алған болатынбыз осы влогтардың басында, сентябрьда қойдым. Специялар, бірақ ешкім жеген жоқ. Білмеймін, керек па, керек емес па, или тұра берсін, наверное. Вот, это кнопка екен. Кстати, жұмыртқа бітінде қапты жұмыртқа қалу керек. Мыналардың бәрін тастап қазір. Керек емес нәрсенің бәрін тастаймыз. Мына жерде де ужас болып жатыр, огурцилар тастау керек. Ана жақта бізде мясной заттар. Творог көреміз, короче, вот осыларды қазір мен реттеп шығайын. Так, короче, вот енді қалай көрінеді. Лимонды лақтырдым, қалдырам шештім. Сөйтіп шықтым, мындай нәрселерді де жуып шықтым. И тек қана сәбіз ғана қалды. Огурциларды, укропты лақтырдым. И жақта тек қана не қалды. Кстати,
Біз сол жақсы көретінімізді білесіздер, бірақ та мынандай алмаңыздар, Чумак деген компаниянікі, это просто ужас. Соны алмаңыздар. Все, басқа нәрсе лақтыруға жоқ, басқа бәрі таза. Біле, короче, мына жерде мына үлкенгі полкада вот постель и полотенцалар тұрады. Вот, ой, вообще вся моя жизнь. Вот мына жуылған полотенцаларды қазір үстіне қоямыз. Конечно, бір қолменен күшті жетілмейді, бүктелмейді. Но так қойын деп жатыр. Қазір үстіне қоямын. Мынау душқа түсетін полотенцалар и мынау бет сүртетін, қол сүртетін полотенцалар. Наверное, сізде достар осы Баука қайда кетіп қалды деген сұрақ туындап жатқан шығар. Неге Баука көрінбей кетті, там Айдана менен ночевкада да Баука жоқ деп. Баука пятница күні шуға кеткен болатын. Сондықтан да Бауканы көрген жоқсыздар сіздер. Осы бүгін жаңа келген болатын кешке қарай шудан. Сондықтан да Баука болған жоқ. Алдын ала сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Өйткені түстіксіз болып кеткен сияқты байқасам. Аквариумды қосып қойдым. Кстати, дыбысын мен түнде ұйықтайтын кезде өшіріп тастаймын, потому что мынандай дыбыспен ұйықтау мүмкін емес. Так, енді қазір мен мына жақтарды, вот мына жақтардың бәрін жинап, шаны сүртіп, вот алып келдім, реттеуге кірісемін. Все, достар, уборка бітті, түрін бәрі ушып кетті. Қараңдар, қандай таза үйдің бәрі, прям полдарын бәрі жылтырлап, күшті иіс шығып. Мен алдыңғы бір влогтарымда иіс сасиды деп айтыппын. Пахнет дегенді мен просто өзім кішкентай кезінен бастап сөйтіп айтқанмын. Мүмкін сіздер жақта басқаша айтасың шығар, я кішкене бір басқаша естіледі екен, сондықтан да иіс шығады деп айтайын. Ол жақсы мағынада иіс сасиды деп айтқан болатынмын. Вот, үйдің бәрі күшті таза болып тұр. Енді қазір мен ваннамды жуғым келеді. Полын бәрін жуып реттеп қойдым. Қазір кілемдерін төсем, дорожкаларын. И мен қазір ваннаның ішін жуғым келеді. Қараңыздар, қандай аппақ таза ванна болды. Просто наконец-то жудым. Күнде осыны жуамын деймін, ұмытып кете берем болады. Күшті. Мен уже айнамды да сүрттім, жақты да жудым. Қараңыздар, қандай жылтыр, барлығы күшті. Менде проблема болып жатыр. Так, нормально жуылса екен, уже үшінші рет жуып жатырмын, сықпай жатыр. Блин, тағы да. Мына қараңыздар, қандай су болып тұр, бүйтіп сықсаң су ағады. Наверное, шаршап қалды ойдың менің стиральный машинам, бүгін көбірек жуам деп. Сондықтан да кішкене қойып қоямын, кішкене демалсын. Біраз уақыттан кейін қайттан қосамын. Наконец-то біреу немді шығарып қойдым. Оның бәрі әлі пакетте тұрған жерде. Сондықтан да наконец-то шығардым. Ішіндегі алатын нәрселерімді алдым. Так, былай тұру керек екен ғой. Кешірім сұраймын. Мынаның ішінде тек қана масочкалар, и мен планда осы жаққа барлық алған масочкаларымды осы жаққа жинаймын. Вот. И спа күнде өте көп адамдар түсірсінші деді. Наверное, түсірем, бірақ та уже инстаграмға түсіретін шығармын. Сондықтан да вот, тек қана маскаларды ғана қалдырдым. Андай скраб дегендерді ваннаға апарып қойдым. Алардың бәрін жинап қою керек. Бұлар уже жазда қолданатын шығармыз. Өйткені бұлардың бәрі күнге, загарға керек болады. Қалғанның бәрі маскалар. Достар, мен уже душтан шықтым. Ол шаштарым аздап кеуіп қалды. Өйткені бір 40 минуттай уақыт өтті ғой деймін. Бүгін өте көп нәрсе бітірдім. Негізінде айтып бар ғой, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген сөз мақал маған мүлдем қатысы жоқ сияқты. Өйткені мен қанша кеш тұрсам да, мен сол өзім осы күнге белгілеген нәрсені артығымен жасаймын. Бүгін тек қана мен видео түсірген жоқпын. Өйткені мен қазір оны түсіре алатын едім. Просто мен өте ұзақ қайдың сағат таңға дейін жүріп қалатын едім. Тағат 6-ға дейін, 7-ге дейін ертең просто ужас жүретін едім. Сондықтан да лучше мен ертерек тұрып, сабаққа дейін түсіріп кетемін деп пландап қойдым. Ертең енді түсіретін шығармын деп ойлаймын. Оны бірақ уже сіздер келесі мен влогымда білетін боласыздар. Бағанағы нелерімді жасағандарыма плюс қойып шықтым, птичка қойып шықтым. И понедельникке ертеңген қаншама нәрсе жасадым. И, кстати, менде планда келесі аптадан бастап апталық влог бастау менің планымда бар. Сіздер соны қалайсыздар ма? Апталық влогты, яғни апталық влог біреулеріңіз білмесеңіздер, орысша білулеріңіз керек. Неделя влогов деп аталады. Яғни күн сайын бір апта бойы влогтар шығып тұрады. Күн сайын, яғни
жеті влог. Сіздер оны ұнатасыздар ма білмеймін. Маған басқа блогерлардан көрген қатты ұнайды. Мен қазір сабақ оқуға отқан болады. Менде бір ғана сабақ, жарты сағатта жасап бітіремін деп ойлаймын. Мінекей неке және отбасы құқығы сабағын кодекс бойынша қазір жұмыс істейміз. Ал енді қазір бізде қорытасатын кез келді. Менің влогтарымды жіберіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар видеоны лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Butterfly. Келесі кездескенше всем пока.